Тоттенхэм Еврокубоктерге таласатын команда. Арсеналдың басты конкуренті Манчестер Сити болып қалады. Райан Шерки сенде қалай қосалқы құрамда қалады? Мен Челси тіпті екінші орын алады деген ойда отырмын. Жай қосалқы құрамда отқанның өзі Эндрик үшін абырой болып тұр ғой. Альваресті Барселонаның өзі лақтырып кеткен сияқты. Баршаңыз сәлем, сіздерге футбол жолы YouTube арнасы. Әдеттегідей мен Арслан және біздің тұрақты қонақ және Дидар және жаңа қонақ десек болады. Шымылдығын ашып жатқан Бексұлтан. Қош келдіңдер жігіттер. Бізде бүгін жаңа тема десек болады. Осы топ-5 лига өткен енді басталған АПЛ болсын, Ла Лига болсын, серия болсын, ең басты ойындар біз түсінеміз енді АПЛ. Және бізге қазақтар үшін чемпионшип болып тұр енді. Дастан Сатпаевтың дебюті, Берлиндегі шыққан бірінші ойыны деген сияқты. Ақырында мен тез сол Дастан Сатпаевтың ойынын айтып кетсек, Берлинмен болған ойында негізі 56-57 минуттарда шықты. Негізі заменаға шыққан бір жақсы уақыт болды. Қанша бір 30 минутта ойыны болды. Сол туралы айтып кетсеңдер, қалай болды ойын? Енді жалпы 56 минутта шықты, бірақ андай ойын сценарий бастан үшін сәтсіздеу болды. Өйткені 2-1 есебімен жеңіліп жатты. Сосын бар жақта бір қорғаушы қателесіп болмайтын жерден қателесіп пенальти келіп 3-1 есебі болды. 3-1-ден кейін енді шабуылда ойын ұмытылып десек те болады. Ар жақта өз Бромичте қорғанысқа жатты, Дастан Сатпаевта да мүлде ортада кеңістік болған жоқ. Енді оны бапкер орталық шабуылшы позициясына шығарып көрді. Негізгі позиция сол қапталда Вингер ғой, енді Европада. Дегенмен оң жақта бос кеңістік іздеді, сол жаққа жүгіріп кетті, ортада жүрді. Дегенмен бір қауіпті шабуыл, жалпы командада Берлиде бір қауіпті шабуыл болған жоқ есебі. Осы шығарылым біздің басты спорттық серіктесіміз Алимбет арқасына шығып отыр. Закрепленный комментарийде сіздерді көп ұсыныстар күтеді. Алим спорт әрқашан көбірек. Бұл жерде тек қана Дастанның ойын емес, жалпы Бернли командасының ойыны нашар болды деп айтсақ болады. Енді сырт алаңда осылай жеңіліп отыр. Дастан бізге қуанышты нәрсе, ол матчта шықты, кәдімгі дебютін жасады. Уақыт берілді, ары қарай да сол сенім артатын сияқты деп ойлаймын. Матчтан кейін Берлидің бапкері де айтты ғой, бізде негізі сол шабуыл шебіндегі ойынды біз жақсарту керекпіз. Әлі түсініспеушілік жоқ, футболшыларда бір-бірін көрмейді, бір-бірін жаңағы мықты тұстарын білмейді деген сияқты. Сол жаққа қарай жұмыс атқарамыз дегендей болды. Дастан үшін қуаныштымыз, енді қалай болса да дебют, ары қарай енді өз алаңында Бернлидің жанкүйерлерінің алдында өзін көрсетеді деп ойлаймын. Жалпы мен Дастан Сатпаев үшін сендім, чемпионшипта өз деңгейін жоғары деңгейде ойнайды деп ойлаймын. Өйткені чемпионшиптің деңгейі аса қатты емес. Немесе мынау Бернли мен Вест Бромвич матчын көріп шатаса отырмын ба? Негізі Дастанның бұл чемпионатта ойнауға жылдамдығы да, деңгейі де әбден жетеді. Келесі ойындардан бастап негізі құрамда шығу керек ойыншы. Енді келесі матч болмаса да, оны 4-5 турдан бастап негізгі құрамдағы өз орнын міндетті түрде алатын сияқты. Бірақ Бернлиға сенім азайып жатыр. Әр матч мысалы 2 тур қатарынан жеңіссіз бұл жерде. Енді Бернли үшін бірақ қарсыластар да оңай емес. Вест Хэм болды, мына жерде Вест Бромвич болды. Хотя Вест Бромвич жеңу керек деп ойлаймын. Вест Бромвич енді қазір бір чемпионшиптің алпы деп айта алмаймыз. Негізі бір средняга ғой енді. Средняга, бірақ қалай дегенмен Вест Бромвичтің амбициясы бар команда. Жалпы чемпионшиптің командаларының арасында ішіндегі бюджеті жоғары командалардың қатарында. Олар да жыл сайын өздеріне мақсат қояды, Ағылшын премьер лигасына шығу деген. Сондықтан, өкінішті, бірақ әлі біз білеміз ғой, чемпионшипта әлі 42 ойын бар алда. Алда бір 3-4 ойын жеңбей қалса, ештен кетпейді деген сияқты. Жоқ, алда 3-4 ойын жеңбесе, керісінше бапкер болып, онда енді бірінші екінші тұрғаны ары көріп жатамыз, қалай болады. Негесеттен Дастан Сатпаевты енді дебютпен құттықтаймыз. Енді басты лига өтсек АПЛ-ға. Енді АПЛ-да енді басты сенсациялар болды. Енді ол МЮ мен Тоттенхэмді жеңілу десек болады. Шыны керек, мен ең басты МЮ-дің үйтіп жеңілетінін күтпедім. Өйткені Халл Сити чемпионшиптан ең әлсіз команда деген көбісі айтты. Енді трансферлік политикасы өте мықты болған жоқ. Бір-екі ойыншыны алды. Менди шығасы бос болып кетті деген сияқты. Енді МЮ ана сезонға қарап ойлады. Енді қазір Карриктің екінші сезоны, полноценный сезон, толықтай предсезонка болды, дұрыс ойын ойлады деген сияқты ойлар болды. Бірақ та көріп тұрып, центрда ойыншылар жетпей жатыр, флангта ойыншылар жетпей жатыр. Енді дедеке өзіңіз енді МЮ-ның болельщик не дейсіз осы жолда?
Бұл жерде Манчестер Юнайтедке бір сәл агрессия жетпей қалды деп ойлаймын. Осы матчта шабуыл шебінде де өзін керемет көрсете алмады. Бруно Фернандештің нашар ойны. Бірақ Халл Ситиде бір вау бір нәрсе көрсетті деп айта алмаймыз. Стандарттан 2 гол соғып кетті да, ары қарай әдемі қорғанып білді болды. Сосын таңғалдырғаны Халл Сити негізі маусым бойы маусымға дайындық кезінде де өткен маусым соңында да 2 орталық қорғаушымен ойнаған, тек қана чемпионшиптің плей-оффында 3 орталық қорғаушымен ойнап көрді. Мына жерде именно Манчестер Юнайтедке дайындық барысында осындай тактикамен шығып отыр, 3 орталық қорғаушымен. Сол қорғаушылар да бір жағынан шабуыл шебінде де шешіп кетті сол стандарттарды. Аджай мен Менди, білмеймін, не дейміз, Манчестер Юнайтедке өкінішке қарай, бірақ ағылшын премьер лигасында білеміз, кез келген командадан ұпай жұлып ала алады. Әрине, бұл Манчестер Юнайтедті жеңді деп енді Халл Ситиді бір фаворит көрмейміз анау неде выживанияда. Бәрібір Халл Сити 20-шы команда менің ойымша. Бірақ қанша дегенмен бұндай нәрсе болып тұрады. Олар бір ерекше мотивациямен жігерленіп шықты. Юнайтед дайын болған жоқ оған. Енді Халл Ситидің болашағын енді примерно айтып отырсыз, көтерілді деп. Примерно ұшады. Манчестер Юнайтедтің болашағы не ол? Манчестер Юнайтед болашағы бұйырса зор. Міне Карлос Балибаны қазір подписывать етіп жатыр. Болады. Қазір мәселе тудыратын 2-ақ позиция менің ойымша ол сол қаптал қорғаушы және орталық қорғаушы. Орталық қорғаушыға Лисандро Мартинес, Деликтер толығымен айығып не істеген кезде, оралған кезде, мына жерде сол Айден Хевен, Харри Магуайр деген жұп бұл маусым бойы основной точно болмайды. Екеуінің біреуі как минимум скамейкаға отырады. Сондықтан енді Магуайрдың ойынын көрдік, бірақ қалай дегенмен Харри да болып тұрады ғой, ондай баяғыдан білеміз. Қорғаныс кезінде сол Мбемоны құшақтап жүрді. Енді ол мына жерде Байлда келеді деген сұрақтар болып отыр, енді сол қанатқа ол мүмкін сол негізі басты мақсат сол Луис Холл болатын. Луис Холл өте мықты. Өте мықты сол апталды Люк Шоудың орнына. Бірақ Люк Шоу негізі бір әлсіз ойнады деп айта алмаймын, бірақ просто именно сол позицияға конкуренция керекті. Қалған 10 апталда мысалы Мазрауи шықты орнына, сосын Далот шықты екінші таймда дегендей варианттар бар. Орталықта да вариант көп. Андрей Сантос пен Тилиманс бірінші минутта ойнады, ары қарай Майнулар да шықты, екінші таймда көрдік. Балиба келе жатыр, иә. Шешко негізгі құрамда келесі ойында шығатын сияқты мен ойымша. Былтырғы тактикасы бар ғой, Шешко орталық шабуылшы болып. Шешко әлі толығымен дайын емес екені көрініп тұр, өйткені ол жарақат болды қайтадан, сол жарақаттан не істеп. Мені таңғалдырғаны Зиркзені мүлде шығармай қойды. Лейси деген өзіміздің түлек шықты екінші таймда. Зиркзеге мүлде сенім жоқ сияқты. Сенім жоқ, оны сатамыз деп жүр ғой. Решфордқа қалай болып тұр деген сияқты. Решфорд жақсы кірді деп ойлаймын ойынға. Сол Решфорд кіргенлі бері кішкене сәл шабуылда да ойын өзгерді. Энергия қосты ма? Энергия қосты. Хансифликтің тәрбиесі. Патрик Доргу Хансифликтің тәрбиесі дейсің бе? Жалпы Решфорд талантты футболшы. Патрик Доргу өте нашар бірінші тайм өткізді. Сары қағазды алып үлгерді. Шабуылда ештеңе көрсеткен жоқ. Қорғаныста да көп. Таза колхозник ол жағы. Решфорд сияқты емес пе? Решфорд сияқты, Решфорд элита ол. Вип. Решфордта бұйырса енді 9-шы нөмірмен ойнап жатыр қазір. Мүмкін орталық шабуылшы рөлінде шығып көре ма деген ой бар да мен. Жоқ, ол қапталда дұрыс ол. Куньяны сол қапталға жіберіп, Решфордты орталық шабуылшы қойып. Решфорд қапталда мақтырақ ойнайтын сияқты. Жылдамдықпен қашып кетіп жүгіріп. Енді ол жақта орталықта енді Шашка бар, Кунья бар деген Мемо бар, орталық. Сәл бір шабуыл шебіне креатив жетпей қалды. Енді Манчестер Юнайтед қанша 35 кросс жасады ма осы матчта. Карриктің келгелі бері ең андай жоғары көрсеткіш, бірақ ол кросстар Халл Сити сияқты командаға қарсы жұмыс істемейді. Өйткені ол жақта мощный қорғаушылар бар. Екінші жаңағы Лакис деген сияқты қақпашы бар. Қақпашысы керемет ойнады. Манчестер Юнайтедке қарсы айтыр, қақпашылар керемет ойнап кетеді айтты. Жаңағы қақпашы біраз еңбек атқаратын сияқты осы маусымда. Бекерден 23 миллион қалған жоқ. Енді Грецияның ойыншылары көп жиналып жатыр, АПЛ деген сияқты. Енді келесі бір ойынға көшсек, біз көп күткен Тоттенхэмнің ойынын, өйткені бізге бәрімізге қызықты болды. Осы трансферный кампаниядан кейін қандай ойын көрсетті, Дезерби келді, біз білеміз Дезерби енді
тактический гик дейді ғой, Гвардиоланың бір ученигі дейді, енді көбісі мықты новатор дейді ма? Иә, новатор дейді. Билдап дейді. Енді Тонали алды, Фернандешті алды деген сияқты, қорғанысқа Ван де Вен, Сенеси келді, қазір енді Мармуш, Савини отыр, бәрі Брентфордқа жеңіп қалды. Ван де Вен емес, Ван Хекке келді. И осы ойынға қарап, енді шыны керек бір керемет ойын көрсетті айта алмаймыз, Тоттенхэм. Көрініп тұр, енді Дезербидің бір тактикасын әлі ойыншылар түсінбеген сияқты толықтай. Қайда жүгіру керек, қайда ашылу керек, қайда жабылу керек деген сияқты. Сол ойынға не дейсіңдер өздерің, ойларың? Енді Дезербиге уақыт керек деп өзі де айтты ғой, мен әлі мынау предсезонкада дұрыс дайындалып үлгермеген деген сияқты. Бірақ былай қарап тұрсаң, анық болды, 2-3 ай бұрын Дезерби келетіні, Дезерби дайындалды дегенмен Брентфордке мүлде дайын емес. Жалпы маусымның бірнеше турына жалпы сыйғырыныст 0 десек болады. Бір-бірін ойыншылар түсінбей жүр, прессинг жасаған кезде де мүлде андай организация жоқ. Шабуыл кезінде де қысқа пастармен шағам дейді, бірақ бәрібір де ортадан шабуылға қарай пасты жеткізу барысында қатеден қате, жалпы химия, сыйғырыныст 0-дің қасы. Енді Дезербидің футболы енді өте ауыр, қиын, ол бей-биге емес, кішкене пастармен, прессингті де былай грамотно жасап, андай индивидуальный прессинг жақсы көреді деген сияқты. Бірақ бұл матчқа осы маусым басына біраз қиналып қалған сияқты. Негізі қазір сонымен қоса ұлттық құрама үзілісі бар ғой. Сол қазір енді 42-дің соңына қарай бірақ басталады. Мен қуаныштым жалпы ұлттық құрамалар үзілісі кеш басталатынына бұрын мысалы. Енді маусым басталды деп көріп келе жатасың да. Бірден ұлттық құрамалар Чемпиондар лигасының бірінші турында көріп үлгермейсің мысалы ше. Қазір сол 20-шы қыркүйекке дейін командалар матчтарын өткізеді. Дезербиге сәл минус деп ойлаймын. Былай уақыт сол кезге дейін ұшып кетпесе екен деп жүрсің. Сол ұлттық құрамалар үзілістен енді 3 апта үзіліс болады ғой. Сол үзіліске дейін ұшып кетпесе, бір хотя бы бір жарты ойында жеңіске жетсе, 6 ойынның 3-інде деген сияқты аман қалса, әрі қарай мүмкін уақыт өте келе футболшылар да жалпы бапкердің ойын идеясын түсіне бастайды деп ойлаймын. Тоттенхэмнің күнтізбесі аса қиын деп айта алмаймыз, өйткені жақында қарсыластардан арасында топ командаларда Манчестер Юнайтед ғана. Сосын Бергваль, Арчи Грей деген сияқты ойыншылардың ойында мүлде. Бергваль өткен жалға барып келді ма есімде жоқ. Жалпы АПЛ-дың деңгейі емес сияқты. Мен ол 18 жасында пәлемай миллионға келді, үміттенді сол ойыншыға дегенмен мен сол бірінші келген ойындар есімде, как раз сол матч жүргізген кезде. Бергвальдің деңгейі бәрібір де Тоттенхэмге топ клубқа әлі жеткізген сияқты. Сол позицияға Тонали келді, Фернандеш келді ғой енді. Сол екеуі ойнап көрсе деп деген ой бар. Сосын жаңағы енді өздерінде де Мэдисон сияқты ойыншылары бар, Кулушевский дегендер қосылады, әлі неше түрлі варианттар болуы мүмкін. Енді кейбіреулерін сатады, көреміз, шабуылға Тоттенхэм шабуылын күшейтейін деп жатыр. Сол қаптал вингер керек дейді. Коди Гапконы сатып алу мүмкін деген ақпараттар шығып жатыр, көреміз. Енді шабуыл шебінде күшейту керек, әлі жұмыс көп. Тоттенхэмде кәдімгідей перестройка болып жатыр. Негізі осы маусымда Тоттенхэм Еврокубоктерге таласатын команда, өйткені оларда Еврокубок жоқ. Бір апта бойы кәдімгі демалып дайындық жасай алады. Көреміз, енді бір уақыт берсе Роберто де Зербиге сол бір қысқа таман өзінің прайм командасын жасақтап үлгеретін сияқты деп ойлаймын. Плюс-минус 6-7 орынға Тоттенхэм жайғасады. Енді осы фавориттер өтсек, енді АПЛ-дың бас фавориттары, енді кім деп ойлайсыңдар өзі? Арсенал бар, Сити бар, енді сол ойындарға қарап, Арсеналға ең басты конкурент осы жылы кім болайын деп тұр? Арсеналды түсініп тұр, бір гегемон, мен ойымша осы жылғы чемпион сияқты, екінші орын алатын, оған басты бәсекелестік беретін қай команда сияқты? Манчестер Юнайтед. Қал Ситидағы сенің ойынын тайдырмады ма? Тайдырмады. Өйткені енді басқа да қарсыластарды көрдік қой қазір. Ситидің ойыны анау, Ливерпуль мен бірнеше рет айттым, осы маусымдағы ең қызықты команда болады, бірақ нәтижелері бірде көл, бірде шөл болып тұрады. Өйткені енді Андони Ираола деген өте догматичный бапкер, ол шабуылға көп мән береді, жоғары прессингпен ойнайды, өте андай рисковый тактикамен ойнап білетін команда. Олар енді бір кураж табаса мүмкін нәтиже бере алатын шығар, бірақ бұл жерде енді қорғаныс жағын әлі тұрақтау керек, сол ойынға үйрету керек деген сияқты. Мен ойымша басты конкурент, Арсеналдың басты конкуренті Манчестер Сити болып қалады. Енді былай ең
очевидный вариант деп ойлаймын. Манчестер Ситиде жалпы 2-1 есебімен қиналып жеңген шығар, бірақ ойында Арсеналдан үшілі жеңілген шығар Суперкубокта. Дегенмен футболшылардың деңгейі Маресканы жалпы 2-1 есебімен камбэк жасап соңғы минуттарда жеңсе де ойынды толық бақылауда ұстады деп ойлаймын. Бір-екі рет қорғаныста қателік болды. Руби Дияш, Хусановтар шатасып, ойыншыны ала алмай бір гол соғып кетті. Дегенмен Холландта бір 2-3 гол соғатын сәт болды. Холландтың осы сол кездесудегі нәтижелілігі өте төмен болды. XG-ға санаған кезде бір-екі гол соғатындай мүмкіндігі болды. Сол минимум 2 гол соғатын мүмкіндік болды. Бұл жерде күмән тудыратын жалпы Манчестер Ситидің бапкері болып тұр да ойыншылар. Мареска мықты Мареска деген. Білмеймін, мен бәрі Мареска мықты. Менде ондай не жоқ. Сол өзі сол Гвардиоланың шәкірті дейді, анау-мынау, бірақ өзінің де бөлек тәжірибесі бар. Бірақ меніңше Мареска әлі топ клубты жасақтай алатын сондай бапкер емес. Челсида тым жақсы бапкерлік етті. Енді ары қарай өзінің жеке проблемалар үшін кетті. Ойын нәтижесіне емес, чемпионаттағы нәтиже емес. Андай Манчестер Ситимен хабарласып қалды деген сияқты бір андай футболдан тыс. Бір күні ана Энцо Мареска Холландпен ұрсыспасашы. Сонымен бітті ғой. Ұрсыспамайды ол Энцо Мареска. Челсида жүрген адам, ол Челсидің тәрбиесі көрген. Челсида да біраз адамдармен. Челсида андай керісінше не андай френдли. Марескада шыны керек бір не болды, конфликттер болды. Челсида болған кезде оның характерін бір ангельский деп айтамаймыз. Гвардиоладан кейін ангельский сияқты анау. Жоқ, Гвардиола оған қарағанда әлдеқайда психологиялық жақтан Гвардиола тәжірибесі де көп, мықты. Бірақ енді бір конфликт болады деп ойламаймын, ол да енді өз орны. Мареска деген негізі Антонио Контенің бір ары-бері жағы да, бірақ Конте әлдеқайда меніңше элиталық бапкер Марескаға қарағанда. Марескаға әлі өзін дәлелдеу керек. Сол Челсимен бір әлем чемпионатын ұтты деген бар клубтар арасындағы әлем чемпионаты. Бірақ ол мейджор турнир емес меніңше. Ол жерде бәрі бір қатты беріліп ойнады деп айта алмаймын. Енді жартылай қорғаныста проблема ғой. Енді Родри кеткеннен кейін оған да оңай емес. Гейкиді шығарып жүрген кезде. Гейки шықты опорник позициясында. Қазір екі ойыншы бар ғой. Енді Эллиот Андерсон бар. Кеше ғана кім сатып алды? Буади, Марокконың жас таланты. 100 миллионға. 100 миллионға енді қалай ойнап кетеді деген сұрақ болып тұрды. Бұл АПЛ-ға келе салып 18 жасында қалай ойнап кетеді. 100 миллион біз білеміз, давление болады міндетті түрде. Эллиот Андерсон енді Ноттингем Форестта өз уровень көрсетіп жүрген ойыншы, енді АПЛ-да ойнап. Просто Энцо Мареска жарайды, Буади, анау дейміз. Энцо Мареска велосипед придумать етпеу керек та. Әр ойыншының өз позициясын тауып ойната беру керек. Райан Шерки сенде қалай қосалқы құрамда қалады, сол менде басты сұрақ. Мысалы сен Нико Орайлиді сояқта өте жоғары позицияға қойып қоясын. Сол Шеркилерді шығарып, Орайли, пожалуйста, қапталда ойнай берсін. Немесе жарайды, опоркада екінші деммен ойнайтын сондай футболшы болсын. Варианттар көп қой Манчестер Ситиде. Даже Мармуш пен кім кеткеннің, Савиньоның кеткеннің өзінде де басқа да сол Шерки бар, Доку бар дейтін дейді. Сонда біраз футболшылар қосалқы құрамында. Суперкубоктан кейін бір нәрсе өзгертіп көрем деген ой ғой енді. Суперкубокта позордан кейін. Енді сонымен қоса Френки де Йонгта Манчестер Ситиға ауысу мүмкін деген жалпы бір сыбыстар бар екен. Олай болса өте керемет болады. Жарақаты қашан емделеді деген сияқты уже қызығушылық асықпай. Өйткені кеше Эллиот Андерсон да өзінде де жарақат болып соны алып тастады ғой алаңнан. Енді өзі тұрып қайтты, бірақ соның өзінде микро бір бәлелер болған сияқты. Енді әрине сәттілік тілейміз, бірақ оған да қатты қысым болып жатыр. Өте қымбат трансфер болды. Бірден келіп сол Родридің позициясын, типа Родридің позициясын ойнайтын футболшы ғой, бірақ оған бөлек рөл беріп жатыр да, таза опоркада ойнайтын футболшы. Ана ойын жүргізетін футболшы басқа болып жатыр. Бұл жол Ковачич болды, сондай как будто Эллиот Андерсонге Маресканың өзі бір толығымен сенбей жатқан сияқты да, ойын жүргізе алатын футболшы ретінде. Сол үшін Буади алатын сияқты. Челсида сияқты мысалы Касседо енді қорғаныста ойнады, Энцо алда ойнады деген сияқты, сондай позиция сияқты. Андерсон енді кішкене опорник, Буади топ жүргізетін бір орталық қорғаныстағы ойыншы. Енді 18 жастағы футболшыға сен бар жауапкершілікті жауып қоймайсың ғой, ағылшын премьер-лигасының тәжірибесі жоқ еще футболшы. Білмеймін енді ол қаншалықты. Енді алған бағасына қарағанда енді сондай ой болып тұр. Енді 100 миллионға келіп жатыр деген сияқты.
басқа енді на вариант жоқ. перспективу ма? На перспективу, иә, бірден вау болып кетеді деп ойламаймын мен. Сол өзінің құрамында да бар ғой, мысалы, сол Нико Гонсалесті шығарып қой, пожалуйста, опоркада. Эллиотқа анандай кішкене креативтау рөл бер деген сияқты. Білмеймін. Эллиот все уже андай опорник позициясына ауысқан сияқты толыққанды. Англия ұлттық құрамасында да Деклан Райс ойнаған кезде опоркада ойнады, мысалы. Глубинный плеймейкер дейді ғой, сондай позицияда. Оған ауысқанда сен оны не үшін сатып алып отырсың Ноттингем Форесттен? Родридің орнына. Родридің орнына. Ол Ноттингем Форестте тура сондай рөл кәдімгі андай жартылай қорғаныста ойын жүргізетін футболшы болды. Ол қорғанысқа да үлгерді, шабуылға да үлесі зор болды, продвигающий передача, мынау сондай керемет футболшы еді. Қазір мүлде ашыла алмай жүр. Мареско енді сонша ақшаға сатып алған футболшыны сен дұрыстап құрамға енгізе алмасан, онда білмеймін. Шыны керек, осыған қарағанда бір Арсеналдың басты бір қарсыласын көткен жоқпын. Мен бір үмітім бар, бәлкім бір Челси деген ше. Челсидің ойынын енді көреміз. Алонсоның бір жақсы қасиеті, ол келе салып, енді Байерді көрдік қой, келе салып ойын құрып тастайды. Мысалы, бірінші келген кезде ол сезонның ортасына келіп, команданың 17-ші орыннан қайтадан бір топ 5-ке көтеріп тастады деген сияқты. Соған қарағанда бәлкім Алонсо тез ойын оя алатын бір бапкерге ұқсап тұр. Марескаға қарағанда Маресканың ойыны кішкене қиындау, Дезербидің ойыны қиын. Енді Ираол келіп жатыр, Ливерпульдің ойыншыларының бір сапасы шыны керек бір вау емес қазіргі. Вингерлер әсіресе. Хаби Алонсоға мен де сеніп отырмын. Кемі енді топ 3 деп болжадым. Мен маусым басында Челси 3-ке кіретін сияқты. Бірінші енді Арсенал шығар, екінші Сити болса, Челси кәдімгідей жоғары көтерілуі тиіс ақ. Мен Челси тіпті екінші орын алады деген ойда отырмын. Шыны керек ойын көрмесем де, енді сондай бір андай үлкен бір вабанк ставка қойып отыр. Манчестер Ситиде сендер тым қатты төмен түсіріп жатсыңдар негізі. Манчестер Сити мысалы енді Манчестер деген сөзің дұрыс болды, ары қарай. Жартылай қорғаныста сәл кішкене проблемалар бар шығар. Дегенмен шабуылы, қорғанысы, қақпашысы кәдімгі өтті жоғары деңгейде Йошка Гвардиол деген сияқты, Рубен Диаш деген сияқты мықты ойыншылар бар. Абдыкудыр Хусанов енді негіз құрам болады, оны пока ерте мақтауға, бірақ негіз құрамда асықпай орын тауып отыр, ол да молодец. Сосын Ливерпульде енді қатты төмен түсіруге де қажет жоқ деп ойлаймын. Олар шабуыл шебінде мәселе бар, бірақ трансферлік кезең әлі жабылған жоқ. Сол Баркаля келеді деп жатыр, сол ПСЖ-дан Байені сатып алу мүмкін. Өздерінің де жаңағы кімдер де жаман емес. Нгумоа деген, Нгумоха, Рио деген оң қапталға керемет ойнап береді деп ойлаймын. Варианттар бар. Шабуыл шебінде Исак ашылу керек осы маусымда, жарақаттардың бәрінен айтыр толығымен естеді. Сондықтан Ливерпульден де көп күтем. Флориан Виртс бар, Сабаслай. Меніңше құрам бойынша Ливерпуль точно үштікке кіру керек. Бірақ Андони Ираоланың ойынына қаншалықты тез бейімделеді және сол қорғаныс мәселесін қаншалықты шеше алады. Араухо ойнап кете ала ма деген сұрақ болып тұр ғой. Араухо оң қапталда қорғаушы, керек болса орталық қорғаушы, жалпы екі позицияны жабу үшін келді. Мен ойымша Жаке мен Ван Дейк бекітілген сияқты орталық қорғаушы ретінде Жаке. Жалпы жаман емес, жақсы. Жаке Ван Дейктің қасында жақсы деңгей көрсететін сияқты. Енді оң қапталда қорғаушы позициясында Фримпонг шықты. Фримпонг және Керкез деген қапталда қорғаушылар. Фримпонгты алып сол оң қаптал вингер позициясын жаба сал деп сөйтіп жібере салу керек сияқты. Робертсон мен Арнольдтан кейін бұл екі футболшы тым төмен деңгейге түсіп кеткен сияқты. Енді Керкез Ираоланың ойыншысы Бормутта ойнаған, содан кейін бәлкім бұрынғыдай аша алады деген бір сенім бар. Мынау ойында кімге? Элангаға жете алған жоқ. Шабуылда да нөл, мысалы шабуылда тұрды ала қарай жүгіріп кетіп қалып, топтан айырылып қайттан кері қайту керек болады. Сосын Гравенбергке де қосу керек, жалпы қарымта шабуылдарды тойтарып отыратын бір жақсы гарантия план керек. Немесе бұлай шабуылдаған кезде, мысалы шабуылда бір пас қиыс кетіп потеря болса, бірден қарымта шабуылға қарсы ештеңе ойлап тапқан жоқ. Жоқ, Андони Ираоласы матчтан кейін айтты ғой, бұл жерде барлық нелерді сол Гравенбергке жаба салмау керек деп, опоркада сол болып тұру керек деген сияқты. Толығымен командалық қорғанысты үйрену керек деді, әлі ондай переход. Шабуылшылардан бастап, Исак бастау керек қой негізі, ондай давление көрсетіп,
оларға емін еркін пас беріп қойсаң, енді қарымта шабуылға да оп-оңай шыға береді. Сол үшін Ливерпульде әлі біраз бұл жерде АПЛ-да енді Интерге көп айтылатын болсақ топ-5 түсініксіз деген сияқты. Енді ақырындап Ла Лига өтсек, енді басты командалар өз ойындарын ойнады. Барселона, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид деген сияқты. Мен енді Реал Мадрид жанкүйер ретінде Реал Мадридтен бастақ, шыны керек андай бір мен күткен ойын болған жоқ. Испаньолмен бір вау ойын болған жоқ. Толықтай енді бір негізі құрам шықты десек болады. Мбаппе шықты, Винисиус шықты, Арда Гюлер, Беллингем, Бернардо Сильва да өзінің дебютін істеді. Енді Реал Мадридта орталық не позицияда екен түсіндік толықтай. Енді бір Родридің орнына енді мозг команда болып тұр ғой енді. Соған қарағанда, бірақ та Родридің орнына ма? Родри сендерге вообще қатысы жоқ қой. Жоқ енді Родри аламыз деген сұрақ болды енді. Бернардо мен Родри ойнау керек. Иә, сондай ой болды енді көбісіне енді. Бірақ та енді көріп тұрық, негізгі опорник болады ол Чемени. Сендер осы Реал Мадрид жанкүйерлері не күтті деп ойлаймын да. Бұндай ойын күткен жоқпыз дейді. Тура осындай ойын болады. Жозе Мауриньоның тұрақты ойына. Енді тұрақты ойында шабуылда андай осындай шабуылшы ойыншылар стап тұрып 2-1 деген әзер шотпен жеңетін бір ойын күтпеді, шыны керек. Мен өзім бақпен. Енді жоқ, мүмкіндіктер болды ғой. Сол Килиан Мбаппе де тырысып жүрді. Бір-екі эпизодтарда мысалы қақпашы құтқарып қалды. Беллингемнің екінші рет паспен соққан испат перекладин шығарып алған эпизодтар болды. Сондай нәрселер болды. Бірақ сендер Жозе Мауриньоның командасы вау деп қарсыласты прессингпен қысып ап 90 минут ана жерде не істеп жүреді деп ойламаңдар. Олар эпизодически қосылады, бір 10 минут интенсивный отрезок береді. Сол жерде голын соғып алса соғып алды, ары қарай сәл кішкене қайтады, қарсыласқа да ойнатады, контр шабуылдарға көп мән береді дегендей. Меніңше өте маңызды нәрсе. Бұл жерде біз нақты көріп алдық та қазір Жозе қалай расстановкасы қалай болады, қай футболшыларға көп мән беріп жатыр. Мысалы Беллингемнің рөлін күшейтті, Килиан Мбаппе орталық шабуылшы болады, Винисиусқа көп қара жұмыс атқартқызып қойды. Ол қаптал жартылай қорғаныста да ойнайтын футболшы болды да. Былай қорғаныс кезінде сол екі қапталда Гюлер мен Винисиустар жүрді, ал Беллингем болса алдағы шепте тұрды. Сондықтан кішкене рөлдерін, футболшылардың рөлдерін өзгертті өткен маусымға қарағанда. Сосын жартылай қорғаныста енді бәрібір әлі сол Бернардуларға кішкене үйрену керек. Командаға үйреніп, бір-бірін түсініп біліп дегендей. Қазір Чуамени оралады, ол келсе қалай болады. Сондықтан неше түрлі варианттар бар. Ең бастысы құрам мықты, өте мықты. Әр позиция екі футболшы бар. Мысалы сол қапталдарда да бүгін Карайрасты көрдік мына жақта Дюмфристі көрдік. Екінші таймда Кукуреле мен Трент шықты мысалы. Неше түрлі сценарийлерге, неше түрлі варианттар бар мысалы. Контр шабуылмен ойнасақ Дюмфристі шығара саламыз. Позициялық шабуылдар керек болса Трент шығады да өзі жаңа кросс жасап, пас беріп, сөйтіп не істеуге мүмкін дегендей. Сол қапталда да сондай неше түрлі варианттар. Реал Мадрид ойын жақсы бастады деп ойлаймын. Голға дейін өте жоғары прессингпен, кәдімгідей жүгіріп, Мбаппе де, Винисиус та голын соқты, жалпы жақсы голға дейін. Енді Винисиус қазір енді келісімшартын ұзартып алғаннан кейін 30 миллион евро жылдан алып отыр ғой. Мбаппеден кейін екінші. 20 миллион деп тұр ғой. Мбаппеден кейін екінші. Ол ар жақта рекламные права мындайлар бар ғой. Бонустар жалпы өте көп. Енді сондай ақша алғаннан кейін әрине жұмыс істеу керек. Жозе Мауриньо келісімшарт енді қойып отқан кезде айтқан сияқты бүкіл условияны қойып қойып, бүйтіп сол қапталда вингер боласың, жыламайсың. Қорғаныста ойнайсың деген. Каждый нәрсеге 500 мыңнан қосып тұрамын бүйтіп. Матчтарды ауыстырған кезде жылап, не істемейсің, енді басты сол негізі қорқыныш болды. Енді Мбаппе прессингте ойнамады, Винисиус прессингте ойнамаса қалай болады деп көріп отыр. Винисиус енді прессингте ойнай бастады, қорғанысқа қайта бастады, сол бір қуантатын жағдай болып тұр. Бұл жерде енді бір басты бір ойыншылардың бірі, енді бізге ана жылы мысалы Хасаул сияқты ойыншы болмады да, екінші таймға шығатын үлкен габаритный нападающий дейміз ғой. Қазір енді Карлос Эспи шықты, көрдік, екінші голды заменадан шығып, өз физикасымен алып кетіп, гол соғып кеткен ойыншы болды. Соған қарап, негізі Эндрикқа кету керек деген ой сияқты нақты. Өйткені ол жерде екінші таймға міндетті түрде, егер таргетмен Эспи шығады, Эндрик енді бойы кішкентай. Эндрик кімге Эспиге конкурент болмайды. Бұл жерде ол
мысалы бір Беллингем болмай қалған кездері шабуылға бір екінші шабуылшы керек болып қалған кезде сондай варианттарға шығып қалуы мүмкін. Оң қапталға жаңағы вингер рөлінде шығып қалу варианттары. Ол жерде ойыншылар көп қой. Арда Гюлер бар, Диаманде бар, Брайм Диас деген сияқты ойыншылар бар да. Сол үшін Эндриктің Эндрик сол Мбаппе мысалы Реал Мадрид 3-0 жеңілген кезде Мбаппенің орнына 85-ші минутта шығатын ойыншы ғой Эндрик, былай қарап тұрсақ. Ал Эспиде орталық шабуылшы позициясы шығалады. Оны да бірақ Эспидің бір жақсы сол Беллингемнің орнына жаңағы екінші шабуылшы болып Мбаппенің қасына кәдімгі таргетмен болып та жалпы көмектесуге шығатын функционал бар. Сол жағынан алып тұр Эндрикте. Ойында неше түрлі сценарийлер болады да, бағана мен айтып жатқаным. Керек кезде Эспи сияқты форвард керек келсе, физикалық тұрғыда единоборстволарда не істей алатын, онда сондай футболшы шығады. Тез футбол керек болып, андай паспен қашып кететін, бос кеңістік іздейтін сондай шабуылшы керек болса, онда Эндрик мысалы Мбаппемен бірге де ойнай алады деп ойлаймын да, именно Эндрик. Сондықтан құрамда қала берсе ештеңе етпейді деп ойлаймын. Ол енді оған енді даму үшін деген ой болып тұр енді. Даму үшін ары қарай развитие болу үшін енді бір 2 жыл болды енді. Реал ойнап жүрген деген енді Лионға барды, өзінің ойындық практикасын жинады дегеннен кейін, сол үшін бір сол ойыншыға мен жүрегім ауырғаннан кейін біраз команда қызықты ғой кетіп бір өзінің ойын практикасын жинаса деген ой болып тұр. Манчестер Юнайтед те қызықты ма? Жалпы кезінде қызыққан. Бірақ басқа командада мысалы негізгі құрамда ойнағанша Реал Мадридте жай қосалқы құрамда отқанның өзі Эндрик үшін абырой болып тұр ғой, өйткені енді Леонда өзін жақсы көрсетті. Иә, футболшылар басқа сол Реал Мадридте, Барселона жақсы ондай аса бренд топ гранд командаларда қосалқы құрамда отырғанға да көбісі үшіншілік етеді. Жас ойыншы болғаннан кейін ойын практикасын жинау керек деген ой бар енді. Бірақ та шын керек мына жерге екінші командаға өтетін болсақ, Барселонаға. Менің ойым енді қазір Барселона главный фаворит дейміз ғой, енді басты фаворит болып тұрған сияқты. Соның өзін өйткені келесі ойында көрдік, енді Ферран Торрес кетіп қалды, орталық шабуылшы жоқ деген кезде Рафиня шықты, Рафиня шығып дубль істеді. Толықта енді замена істейді енді. Башқан кезде Гордон ауысады, АДМ ауысады, Емаль ауысады, бір орындан ауыстырып жүрді. Соған қарағанда енді ойындар негізі жақсы ойын көрсетті. Орталықта Родри шыққан жоқ, Педри тек қана заменадан шықты. Соған қарамастан керемет ойын көрсетті десек болады. Соған қарап кішкене бір қорқыныш бар болып тұр менде. Екінші құраммен былайша айтқанда Елчені жеңіп кетті ғой, 5-0 еще ойсырай. Барселона өте керемет. Я толығымен келсем, осы маусымның басты фавориті. Және Барселонаның құрамы бұл маусымда тек қана Ла Лигада емес, Чемпиондар Лигасына да үміт артады. Сондықтан қызық болып тұр. Енді шабуылшы рөлін пока что Рафинияны сол позицияға көтеріп жауып отыр. Ары қарай көреміз. Мүмкін біреу сатып алатын да шығар. Болмаса Рафинияда, в принципе, нормальный вариант, жарақат алмаса дегендей. Бірақ Рафиния сынып қалса, вот кімді? Енді Энтони Гордонды ойнап береді, АДМ де орталық шабуылшы рөлінде ойнады деген варианттар бар ғой. Бірақ мүмкін сол Кантерадан біреу шығып қалатын шығар, бір 18 жастағы бір какой-нибудь өздерінің Фернандес бір бәле деген біреу шығып өзін көрсетіп қайтты, 200 миллион отступной бар. Леспарт деген мысалы жаңа ойыншы шығып жатыр, сол қапталда қорғаушы, негізі ол оң жақта сол 8-дік позициясында да ойнап береді. Бүгінгі ойында сол қапталда нормально ойнап шықты. Бернальға мүмкіндік беріп жатыр Родри, пока бабында елім дегенше Берналь сәл ойнап, ойын минуттарын жинап үлгереді. Оны да жалпы обидно болмас үшін оғанда маусым барысында. Сол Бернальға көп не істеп жатыр, сонымен Касадоға крес қойып тастады ма? Касадоға крес, Касадо тіпті заявкада да жоқ. Бальдедің де проблемасы, мысалы, Бальдеге айтқан екен, сен бүгінгі ойында что-то сен дайын емессің, сен басқа нәрселерді ойлап жүрсің. Бүгін сен демала тұр, ертең тағы сөйлесеміз, ертең ертең может бір жаққа сатып жібереміз деген. Ертең бәрін бастан бастаймыз деген сияқты. Бүгін сен что-то бір басқа нәрсе, бір жаман нәрселерді ойлап тұрған сияқтысың деп шындай. Манчестер Юнайтед ма деп шындай. Бізге Ливерпульға сата берсін. Сол қанатта енді кім ойналады? Кансело ойналады деген сияқты. Негіз позициясы Кансело ғой, по идее. Оң жақта енді Гарсия негізгі ойыншы сияқты енді осы сезон бойы. Эрик Гарсия ма? Оң қапталда. Эрик Гарсия жүлкінді екен. Жүлкінді де бар ғой. Күнде енді қазір ақырындап ана сезон қараны орталыққа ауыстыра бастады ғой. Гарсияны оң жаққа жібере бастады. Енді Эрик Гарсия деген енді универсальный жауынгер ғой. Апортада да оң жақта да деген сияқты. Қай жерге мысалы ертең орталық қорғаушы позициясында Жерар Мартиннің бірдеңе болып қалуы мүмкін. Тұрады да жалпы Эрик Гарсия сол позицияда ойнап береді, Кубарси екеуі.
немесе опоркаға көмек керек болса ойнап бере алады. Мен Жалпы негізі былтыр ең көп ойын уақыт өткізген Эрик Гарсия. Бірақ әртүрлі позицияда. неше түрлі опоркада да ойнады, қорғаныста да. Бүгінгі ойында да 90 минут ойнап, мысалы, басында оң қапталда бастады, сосын барып ортаға жалпы ауысып. Маған негізі өте қызық болып тұрғаны осы Барселонаның прайм құрамын көргім келеді да. Жаңағы жартылай қорғаушы, Педри, Родри, Ольмо, сосын шабуыл шебінде жаңағы Рафиня болса, оң қапталса Гордон ба, бәрі айтыр сөйтіп, бәрі шығып. Қандай ойын болды? Орталық қорғаушыға Кубарси. Иә, Кубарси қайта оралып дегендей, сол қапталға, сол Коэнтрау деп Канцело шығып сөйтіп. Кәдімгі өзінің енді бірінші рөлдегі ең жұлдызды футболшылармен шығып ойнап көрсе екен деген сондай ондайды көреміз. Енді 8 ойыншы испаниялық құрамасында болды. Иә. Родриден басқа Педри бар. Фермин бар. Бәрібірден олар жаттығуға осы бір апта 10 күн бұрын ғана келіп қосылды командаға. Кейбіреу ерте, кейбіреу сәл кеште қосылды. Жалпы анау демалыстардың отпусктерін аяқтап, бәрібірде бабына ену процесі енді жүріп жатыр. Әзірге мынау командамен де Элчені жеңуге күш жететінін Ханси Флик түсінді. Элчені былтырғы маусымда да жалпы қиналмай 3-1 есебімен жеңген болатын. Жалпы Барсаға, осы Элчеге қарсы, осы Элче Лас Пальмас деген сияқтыдай шабуылға жақын ойнайтын. Алавес бар осы шабуылда автобус емес, кәдімгі шабуылда ойнайтын Гасластарға қарсы ойнаған өте ыңғайлы, шашып тастады. Жалпы енді былтыр маусымдағы ойынға қарап Ханси Флик мынаумен-ақ жеңеміз деп 5-0 есебімен енді шанс қалдырған жоқ. Қуанып жатсыңдар айтыр, қуанып жатсыңдар. Жалпы жақсы, жаман емес. Енді ол жерде енді Испаниядағы үшінші күш дейміз, енді Атлетико Мадрид ол жерде енді басты сұрақ менің ойымша Хулиан Альварестің сұрағы болып тұр енді. Оны кетіру керек па немесе қалдыру керек па дейді. Өйткені көрдік енді Альварестің дым настройы жоқ ойынға шықты, бір болельщиктармен өзі конфликттар бар, ойын біткен кезде Альваресті Барселонаның өзі лақтырып кеткен сияқты. Неге? В принципе, енді даже сол сұрап тұрған 120 миллионын төлей алмайтын сияқты ғой. Жоқ, керісінше Барселона басында 100 деді, 120 деді, мақұл мейлі 150 деді. 150-ге береміз деп. Иә. Атлетико Мадрид 500 миллион деп отыр ғой. Атыстық мойы 500 миллион, соны беріңдер, әйтсе алмай-ақ қойыңдар деп отыр. Енді олар да өзіне көп. Енді 2030-ға дейін келісімшарты бар. Өте ұзақ мерзімге. Қате сияқты негізі шыны керек. Альваресті ондай ойыншы не үшін ұстайды деген жалпы настройы жоқ. Кім Альварестің агенті бізді сәл лақтырып кетті, анау сөзімде тұрған жоқ деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Мүмкін келісім болған шығар. Иә, олар да қызық. 2 маусым ойнап, сосын бірден не істеп жатыр деген сияқты. Ол Атлетико Мадридтің де өзінің амбициялары бар ғой, олар да чемпион болғысы келеді. Негізі ана футболда мысалы қайта мықты ойыншыларын Барселонаға сата бере ма? Кезінде Гризманды сөйтіп не істеп алды да. Футболда андай өз ережелер бар ғой, мысалы ойыншы кеткісі келсе, иә, сол керек. Енді әділ бағасын беретін команда болып тұрса, мысалы 150 миллион деген әділ баға менің ойымша. Бірақ қазір мысалы Бексұлтан әділ баға дейміз да, бірақ анау кімдерді Диаманды дейтіндерді 130-ға сатып ары бері алып жүрген кезде Альварес сонда кемінде 200 тұру керек. Білмеймін, 200-ге де бермейді ол, негізі вообще крест қойып жатыр. Бермейміз. Керісінше анау Арсенал қызығып, Арсеналға сатуға жақын деген сияқты әңгіме бар, бірақ Альварестің өзі Арсеналда ойнағысы келмейді, тек Барселона деп отыр. Ағылшын премьер лигасы. Енді Альварес өте қиын жағдайда, енді шыны керек, көз жанкүйерлерге жалпы қарсы шықты. Енді клубқа қарсы шығып отыр ғой, былай қарап тұрса, мені жіберіңдер деген сияқты. Бірақ олар жібермейміз деп үзілді-кесілді. Бұл жерде біраз қате жіберілген сияқты осы кейсте, өйткені Альварес ұлттық құраманың сапында жүрген кезде оның агенттері де және Альварестің өзі мынандай ақпарат алған екен. Клубтағылар былай айтқан екен, сен өзің сол ақпаратты жарияла, клубтан кеткім келеді, анау мынау көрем не болады. Иә, сол кезде жібереміз деген. Соны ол бір сұхбатында айтып қалғанда, соны айтқаннан кейін Атлетико Мадридтің реакциясы біз ни в коем случае сатпаймыз деген, сөйтіп жанкүйерлер бірақ Альваресқа жабылып кеткенде, ол да меніңше Атлетико Мадрид. Ең бірінші футболшымен келіседі мысалы. Клуб бірінші футболшы жалпы сен бізге ойнаған келе ма деп келіседі. Альварес я деген. Все хорошо деп жалпы Барселона айтқан Атлетико Мадридке барып айт, мен кеттім келіп жатыр деп. Ол айтқан. Бірақ Атлетико Мадридті да түсінемін де мен, қара 150 миллион жарайды, алдың сен 150 миллион, бірақ орнына кімді сатып ала аласың ондай ақшаға?
сопоставимый деңгейде футболшы жоқ та Альварес сияқты. Сопоставимый демесек те бірақ та енді ойыншылар бар ғой. Былайша айтқан кезде менің ойымша енді Ферран Торрес Альварестен тым бір жаман ойыншы айта алмаймын. Бәтта ол 50 миллион ғана өтті. ПСЖ көрді, енді шығып дубль істеп жатыр. Бәтта Хулиан Альварес Бексұлтанға айтпашы. енді 3 есе мықты ойыншы деп айта алмаймын Ферран Торресқа қарағанда. 50-60 миллионға енді Ферран Торрес келіп жатқан кезде. Екі есе мықты енді. Енді бәтта шыны керек, ана сезонда айта алмаймын. Енді Хулиан Альварес бір мықты сезон өткізді деп, енді басында жақсы ойын өтті. Қанша бір 12 ма 13 матч бойы гол соға алмады ғой. То есть просто андай да мәселе бар да. Ферран Торрес қандай командада ойнады және Альварес қандай. Альварес мысалы Ситиде екінші рөлде болып жүрсе де өзін 15-20 гол. 15-20 голын соғып, шабуыл шебінде керемет нәтиже көрсетіп, кәдімгі не істеп жүретін. Ол да Барселона немесе сол Пари Сен-Жерменге барса, Альварес әр матчта гол соғады дегенге менде сенім бар. Өйткені моменттер қайта-қайта бола береді да. Ал Атлетико Мадридте саған сен өзің сол момент тауып білу керексің да. Сенде матч бойы бір қапталдан берілген 1-2 кросс болады, сосын артқа берілген айбалаңның сыртындағы қабылдаған 2-3 доптар болады. Содан сен бір нәрсе выжимать етіп. Бұл енді шыны керек енді толықтай келісетін енді Атлетико Мадрид Испанияның бір енді топ командасы ғой енді Элче, Бетис сияқты командалармен енді моменттер болу керек болады. Болады, иә. Мысалы қасында ойыншылар болды, бірақ та ана сезонда енді бір 13 матч бойы гол соға алмады деген енді мен шыны керек ондай Реал Мадридтегі голын көрген жоқсың ба сен? Жоқ, енді Реал Мадридқа соқты, бірақ айта алмайында бір 25 гол, 30 гол соққан шабуылшы емес. Біз күттік енді Ситиден өтеді. Негізгі шабуылшы болады, бір 30 гол соғады деген ожидание болды. Көбісіне шыны керек, ондай гол соққан жоқ. Жоқ, Альварес ешқашан ондай көп гол соғатын шабуылшы болған емес. Ол именно шабуыл шебінде ойын үйлестіретін футболшы. Ол мысалы Ситиде де Гвардиола оны таза шабуылшы рөлінде ешқашан не істемеген. Ондықтың позициясында ойнап жүрді ол. Ондық немесе екінші оттянутый форвард. Мына жерде де сондай бастапқы жаңа шабуылшылар там қасындағы шабуылшысы основной центр форвард бол. Ол жерде Баена немесе Сорлот немесе басқа. Ол Альварес именно ойынды күшейтетін, жандандыратын сондай футболшы болды. Және маңызды голдарды соғып жүрді Альварес. Чемпиондар лигасы болсын, Ла Лига болсын, керек кезде өз Альварес 150 миллион нормальный баға деп ойлаймын. Сол енді байлатын ойын сол 150 миллионға кететін ойыншы негізі. Енді білмеймін енді ойыншы өзім кетем деп тұрғанды қиынап ұстау. Жоқ, просто кімді сатып аласың деген мәселе да менде. Табылады ғой қазір нарықта 150 миллионға. Табыласың ғой орталық шабуылшыны. Мысалы енді кім бар енді Интердан Лаутаро Мартинесті алуға болады деген сияқты бір 100 миллион. Пожалуйста, сол 100 миллионмен сол Интерді сатып алмай ма? Барселона өзі сатып алса. Жоқ, иә, осы аптада негізі мәселе шешілу керек деп ойлаймын. Бәрібір де кемі бір орталық шабуылшы қажет. Рафиня дейміз, анау мынау дейміз, бірақ бәрібір де нағыз 9-дық рөлінде ойнап беретін. Енді Левандовски кетті ғой, соның орнына жаңа ойыншы керек. Иә, Атлетико Мадрид болса 2-2 ойнады Вильяреалмен. Орталық матч меніңше екі команда Чемпиондар лигаға қатысатын командалар. Бірақ ол матчта пенальтилер қойылды. Атлетико Мадридтің қақпасының бірінші пенальти ма, мен бір сәл күмән тудырған пенальти болды ана жерде. Соғып қалған кезде. Иә, соғып қалған кезде, сол пенальти что-то маған андай болып көрінді. Бірақ әйтеуір 10 адаммен ойнап 2-2 жұлып кетті Атлетико Мадрид. Нормально. Енді үштікте болады ғой. Оған қатты уайымдамаймыз, қатты интригада жоқ. Бірақ енді Симеоның Атлетико Мадридтің енді бір басты амбициясы ол чемпион болу, қайтадан енді қанша ақша құртып жатыр енді ойыншыларға деген сияқты. Сол үшін мысалы Альваресте кететін ойы сол болып тұр да. Неге біз мен қалам чемпион болмайтын команда қалғым келмейді деген ой болып тұр ғой негізі. Енді осы маусымда қиын чемпион болу. Чемпион бола алмайды-ау. Иә, Барселонаның формасына қарап, енді Реал Мадридтің трансферларына қарап, бір Атлетико чемпион болып кетеді деген ой жоқ. Үшінші орын сақтасақ жақсы деп отыр. Иә, өзінің сол үшінші орнын сақтап, чемпиондар лигасына ширек финалға жетеді. Нормально. Бәріне нормально. Енді негізі басқа лигаларда бар, енді Франция ойнады, енді Италия ойнады, бірақ енді ол жақта бір басты бір матчтар болған жоқ, енді ПСЖ-дан басқа 2-2 ойнаған счетынан басқа енді жігіттер осы матчтарға қарап басты ойыншы кім деп айтсақ болады, осы ең үздік ойыншы ма? Иә, лиганың, осы турдың. Осы турдың ең үздік ойыншысы дейді еке. Фермин дейміз ба? Ферран десей? Жоқ, Ферран ол понятно, ол дубль жасады. Барселонада Фермин керемет ойнады ғой. Дубль істеді. Жоқ, мен мынау Барсаның ойыншысын таңдамайтын едім. Мен қарсылас Элче болғаннан кейін осы турдың үздік ойыншысы ретінде мен Барсадан, Реалдан іздемеймін.
сол ағылшын премьер лигасы немесе сол Ферранды ма? Жарайды, Ферран Торрес болса, дубль жасады, екінші таймда шығып, бірден Пари Сен-Жермен 2-0 ұтылып жатқан кезінен 2-2 қылып кетті Ферран Торрес. Осы аптаның үздігі деп те айтсақ болады. Оған басқа альтернатива жоқ сияқты, былай айтқан кезде бар. Иә, қатты бір альтернатива жоқ. Мұхаммед Салах, мысалы, енді Түркия Суперлигасына өтіп кетсек, ол да Трабзонспорға шықпай әкеліп отыр, дубль жасап. Топ лиганы алып болсақ, енді Ферран Торрес қиын ойынға шықты, дубль істеді. 2 голда Фабиан Руистан келді деген испанская связка дейміз ғой енді, жұмыс істеп кетті. Немесе қақпашылар таңдауға болады, мысалы, Халтидің қақпашысы, немесе Брентфордтың қақпашысы деген сияқты. Солар бірақ енді олар қатты жұлдызды жарқын ойнаса да көзге көрінбейді. Ол себепті енді шабуылшылардың көбіне таңдайды. Ферран болса, Ферран болсын енді. Болмаса Арсеналдың кез келген футболшысын. Арсенал Ковентри ғой енді жерде. Тура солай Барсаның мысалы болып тұр. Сол. Енді осы шығарма толықтай айтып шыққан жоқпыз. Осы топ басты ойындарды. Басты ойынды айтсақ бола ма? Қандай ойынды? Басты ойын, мен ойымша Ньюкасл Ливерпуль ең қызық матч болған. Осы аптаның ең қызық матч. Ең қызық ойыны енді бір вывеска ретінде енді конкуренция беретін ойын болды десек болады Ньюкаслмен. Енді Ньюкаслды шыны керек мен жеңіліп қалатын шығар деген ой болды. Орталықта толықтай жоғалып қалды енді. Тонали жоқ, Гимарайс жоқ. Жас нидерландық футболшы кепті, сол маған өте әлі фамилиясын да жаттаған жоқпын қазір міне. Осы матчта өзін жақсы көрсетті, бірақ көбінесе енді қорғаныстағы жұмыс атқарып жүрді, бірақ соның өзінде бірінші пасы да бар екен. Керемет. Ньюкасл қатты бір көтеріле де қоймайды, бірақ ұшатын команда емес деп те айтса болады. Маған бұл турдың басты ойыны Брайтон мен Астон Вилла болды. Шыны керек. Өйткені суперкубоктан кейін негізі ойладық қой, Астон Вилланың формасы жақсы, жақсы деңгей көрсетті деген сияқты, бәті 4-0 деген шөтпен жеңілді. Соған қарап, маған басты бір сенсация десек болды, басты осы турдың ойыны Астон Вилла мен Брайтон болды. Изар, өзіңіз не дейсіз? Енді 30 минутта тағдыр шешілген матчты мен айтпайтын, мысалы. 30 минуттан кейін бірінші таймнан кейін қызық емес болды ғой матчты көрген. Бірақ Астон Вилланы көктемде көреміз деген. Лига Европада. Сондықтан Астон Вилла енді жаңа бір перестройка өтіп жатқан команда. Жағдай қиын, ол жерде оңай емес. Горецка секілді футболшыларды қазір бөлек деңгейге шығарамыз деп жатыр ғой. Горецка ойнап беретін шығар енді, көреміз. Енді осымен бәрін айттық деп ойласақ болады. Енді сол үшін келесі шығармада кездескенше бәлкім осы толықтай трансферный рынок жабылған кезде бір шығарамыз. Барселона мынау шабуылшыны алды деп па? Иә, Барселона болсын, Ливерпуль болсын, бәлкім Реал Мадрид та біреуді алып қалады деген сияқты. Реал Мадрид жоқ, Реал Мадрид алмайды точно. Бюджет та бітті деген сияқты. Енді барлық ойыншылар алынатындар алынды, сатылатындар сатылды. Сөйтіп келесі шығармада кездескенше бізбен болғандар үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар тағы да.